Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Біз бүгін балалардың сүйікті тіске басары өте тез жасалатын сыр қосылған тұзды крекерлерді дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші 320 грамм електен өткізілген ұнымызға 2 шай қасық қантымызды және 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Шай қасықтың 4/1 бөлігімен ас содасын қосамыз. Барлық құрғақ заттарымызды араластырып аламыз да үстінен 75 грамм бөлме температурасында тұрған сарымайымызды қосамыз. Үстінен үккіштен өткізілген 110 грамм қатты сырымызды қосып араластырып аламыз. «130 мл суық суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ қамырымыз шықты. Қамырымызды пакетке салып 10 минутқа тындыратын боламыз. Он 15 минут өткеннен кейін тынған қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен жайып, 3 теңдей бөлікке бөлеміз. Үш бөлікке бөлінген қамырымызды осылай дөңгелектеп күлше жасап аламыз. Дайын қамырларымызды пергамент қағаздың үстінен кезек-кезек салып, қолымыздың көмегімен бірінші үстінен басамыз да оқтаумен жаямыз. Жұмжыққа боп жайылған қамырларымызды өзіміз қалаған формада пышақпен кесіп аламыз. Үстінен вилкамызбен барлық қамырды тесіп шығатын боламыз. Крекерларымыз піскен кезде жылтырап әдемі көріну үшін үстінен 1 жұмыртқаның сарысын жағамыз. Үстінен аздап тұз сеуіп шығамыз. Дайын болған крекерларымызды 200 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Қалған күлшелерімізді де осындай жұп-жұқа етіп жайып, өзіңіздің қалаған формаңызға келтіріп, духовкада пісіріп аламыз. Міне осымен бізде өте оңай жасалатын сыр қосылған тұзды крекерларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.